Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Бүгін сабақта геометриялық логикалық есепті талдайтын боламыз. Мұқият қараңыздар, бұл есептің оңай және қолайлы тәсілін ұсынамын. Тақырыпта көрсетілгендей қанша үшбұрыш бар деген сұраққа оңай жауап табатын боламыз. Ал бірінші есептегі үшбұрыштың суретіне назар аударамыз. Бұл жерде бір үшбұрышымыз екіге бөлінген, екеуін бір-біріне қоса салады екенбіз. Екіге бірін қоссақ 3, бұл жерде 3 үшбұрыш бар. Келесі суреттегі үшбұрышқа қараймыз. Бұл жерде бір үшбұрышымыз бізде 4 үшбұрышқа бөлінген. Санап жазып аламыз. 1, 2, 3, 4. Олардың барлығын бір-біріне қосатын болсақ 10 деген жауап шығады. Бұл жерде 10 үшбұрыш бар. Ал келесі үшбұрышымыз бізде пропорционал сызықтармен бөлінген. Вертикалынан санаймыз. 1, 2, 3. Бұл жерде 3 үшбұрыш бар. Келесі үшбұрыштың да тура бағанағылар сияқты ішкі үшбұрыштарын санаймыз. Бірінші қатарда, екінші қатарда да 4 үшбұрыштан бар. Екеуін бір-біріне қосатын болсақ 10 қоссақ 20. Бұл жерде бізде 20 үшбұрыш бар екен. Ал енді құрметті оқырмандар, мына бір суреттегі үшбұрышқа назар аударамыз. Бұл суреттегі үшбұрыштарды өздеріңіз санап, маған комментарийға жауабын жаза кетіңіздер.